Біз кезекті есептер шығару жолдарын жалғастырамыз. Бүгінгі есептің шартын түсіндіріп өтейік. Кинотеатрға бірінші күні келген адамдардың 42-сі әйелдер, 48-і ер адамдар. Екінші күні бірінші күнге қарағанда 2 есе кем келген. Кинотеатрға 2 күнде барлығы қанша адам келген деген бізге сұрақ беріп тұр. Бұл жерде 42 мен 48-дің қосындысы 90 болады. Себебі 42-сі әйелдер және 48-і ер адамдар. Барлығы демек 90 адам болады. Ал екінші күні бізде 2 есе кем деген еді ғой. Демек 90-ды 2-ге бөлеміз. 90 мен 2-дің бөлісі 45. Бірінші күні 90 адам келген, екінші күні 45 адам келген, барлығы 135 адам келген. Енді бұл есепті біз және де басқа жолдармен шығарсақ болады. Жақшамен шығаратын болсақ, жақшы ішінде 42 мен 48-дің қосындысын 2-ге бөлеміз. Себебі бізде 2 есе кем деген. Және бірінші күні 90 болған соң 42 48-ді қосатын болсақ 90, 45 пен 90-ның қосындысы 135. Бұл есепті біз екі түрлі жолмен шығаруға болады екен.